біз Жиддаға ұшып келдік. Енді сіздерге ең басты мәселе байланыс қалай істейсіздер. Бұл Саудияға келген кезде симка алып керек жоқ. Өздеріңіздің жаңағы связьлерінде роуминг қосып алыңдар. Мысалы менде міне Теле2 кез келген приложениеде осындай бар. Мысалы міне Теле2-ға кіреміз. Мына жерде услуги дегенді басасыздар міне. Содан кейін мен роуминг деп тұр. Роуминг басасыздар. И ішінен өзіңізге қайсысы керек? Мысалы 2 гигабайт, 1 гигабайт, 3 гигабайт. Мен 3 гигабайтты алдым, осыны қосып алдым. Мен уже қосылып қойғам, сондықтан алмаймын. Одан кейін ең басты, сізде iPhone болса, мына жерде роуминг дегенді міндетті түрде қосып алу керек. Сотовая связь. Бұл телефонның ішінде бірінші роумингті қосуыңыз керек. Көрдіңіздер міне? Параметры роуминг включен деген сөз. Түсіндіңіздер ме міне? Настройкаға кіресіздер, сотовая связь, параметры роуминг деп тұр. Міне включенный деп тұр менде. Осылай. Егер сіздер симка сатып алатын болсаңыздар, маған айтты 12-15 мыңға дейін болады, жаңағы гигабайттармен. Ал мына жерде 5 мың 10 күннің ішінде 3 гигабайт былай жетеді достар.